әпке ол жер шын мәнінде суреттегіден де әдемі дейді. Ол жақтың өмірі қаладан да қызықты болар ма? Хайди, тездет, киіміңді жинап сөмкеңе сал. Жарайды, әпкетай. Таңертең жолға шығамыз. Фризи, қорқытып жібердің ғой. Бәлкім Фризиді алармыз? Хайди, өзің ойлаш. Байғұс мысық осы маңнан ешқашан шыққан емес. Ал сен болсаң айдалаға алып кетем дейсің. Кет! Кет деймін саған. Кет әрі. Хайдиді жайына қалдыр. Шіркін, тауға тезірек жетсек екен. Ол таудың басынан бұлт кетпейтіні рас па? Әрине. Қане, көп сөзді доғар да киіміңді жина. Ол жақта ұзақ боламын ба? Франкфурттағы жұмысыма байланысты. Дегенмен біраз болатының анық. Ал атам ше, менің барғаныма қуанады деп ойлайсыз ба? Әпке? Қуанбағанда. Қанша дегенмен атаң ғой. Атам кімге ұқсайды? Білесің бе, атаңды көрмегеніме көп болды. Сен уайымдама, бәрі жақсы болады. Қане, мен жуынып келгенше төсегіңді салып қой. Фризиім менің, сені сағынатын болдым. Жарық жұлдыз, өтінем сапарымды сәтті етші. Атам менің келгеніме қуанса екен. Тездет қане. Сау бол, өзгерше. Аман-есен жетіңдер. Сендерді сағынатын боламыз. Аман-есен жетіңдер. Сәлем айтыңдар. Қалып қоя жаздадық қой. Тездет дедім ғой, Хайди. Әпке қызықсыз, Фризимен қоштаспай қалайша кетіп қалам. Жай енді, ол бар болғаны мысық қой. Құдайым-ай, қоршағым, қоршағым. Кеш, Хайди, бойы жүріп барады. Жоқ, қоршағымды. Кішкентай ханымға не керек болды екен? Кіргендерің жаңа ғана, ал сен болсаң қайтамын дейсің. Бірақ менің қоршағым жерге түсіп қалыпты. Бері қара балақай. Бекет қызметкері қуыршағыңды тауып алады. Сен оралған соң өзіңе қайтарып береміз. Ол енді Дорфлиде тұратын болады. Солай деңіз, онда анаңа береміз. Мен оның әпкесімін. Анасы біраз жыл бұрын қайтыс болған. Кешіріңіз. Уайымдамасаң да болады, Хайди. Мына мырза қуыршағыңды сақтап қояды. Ал мен оны келесі кездескенімізде саған берем. Рас айтасыз ба? Рахмет. Қане, енді жылағаныңды қой. Қызыңыз өте ақылды екен. Сүйкімдісін ай. Қорықпа, балақай. Қазір бұл жерден шығарам. Уайымдама, саған қауіпсіз орын тауып берем. Міне, бостандыққа жібергенге дейін осында бол саған ұнары анық. Тамаша, бекетке келдік. Саған бостандықта жүрудің ұнайтынын білемін. Бір минут кідіреміз. Тереза, көзіңе қарасаңшы. Апа, әдейі құлатқан жоқпын. Бәрі мына қыздың кесірі. Жоқ жерде жолымды бөгет. Көзіңе қарап жүрмейсің бе? Жолыма бөгет болмай әрі тұр. Хайди, не істеп тұрсың? Деді? Міне қызық. Сен мұнда қайдан жүрсің? Қайырлы таң алды. Біз Дорфлиге жол тартып барамыз. Қаладан шаршағаның сонша Дорфлиге кетейін дедің бе? Жоқ, жиен сіңілімді алып және... Жиен сіңілің?
Оны атасының қамқорлығына тапсырмақпын. Сонда оны әлгі ағаймен қалдырмақ болсам? Ағай, атамды айтып тұрсыз ба? Хайди, біз біраз әңгімелескенше Альда ханымның қызымен ойнай тұр. Екеуің әлі-ақ тіл табысып дос болып кетесіңдер. Табылған ақыл. Тереза, Хайдимен бірге барып ойна. Бәрін басынан бастап. Жасырушы болма. Well, hi. My name is Heidi. Is it true you're going to live with the uncle? Do you mean my grandfather? Yes, except in Darfleet, everyone calls him the uncle. Well, I suddenly wouldn't want to be you right now. Really? Why? Because he's an ogre. He doesn't talk to anyone. He grunts. They say he eats birds without plucking them. Without even cooking them. That's silly. Ogres don't exist. And Aunt Detta told me that grandfather would take good care of me. Well, then why would everyone in the village say his anger makes the mountains shake? Бірақ менде басқа амал жоқ дейм. Тереза, сонша айғайлап көзіңе не көрінді? Онда анау бар. Онда не бар? Тышқан. Тышқан? Бұларыңыз не? Оны қорқытып тастадыңыздар. Хайди, енді не істемек ойың бар? Мұнда не болып жатыр? Біздің вагонда тышқан жүр. Сабаңызға түсіңіз, ханым. Кішкентай тышқанға бола айғай шығарудың қажеті қанша? Айғайламағанда қайтем. Одан не үшін қорқасыздар? Сүйкімді ғой, қараңыздаршы. Жетер, Хайди. Жиіркенішті пәленің көзін құрт. Өтінем, оны маған қалдырыңыз. Әй, балақай, сен неше түрлі жағдайларға тап болады екенсің. Ол менің досым. Жамандық жасамаңызшы. Басшыларыңызға шағымданатын боламын. Уайымдамаңыз, ханым. Бәрін өзім реттеймін. Қане, соңымнан ер. Сұмдық. Бұл нағыз масқара. Түрі қандай жеркенішті. Анау ханымның жолда шу шығармаған кезі болған емес. Бірақ бұл жолы сенің кішкентай досың оны сабасына түсірді. Қане, тышқанды бер. Келесі бекетте жібере салам. Рас айтам. Қорықпа, бәрі жақсы болады. Ол да сенің досың, сенуіңе болады. Қош бол. Жолаушылар вагонына тышқан алып кіргенін қайсасқаны? Мен емес, бәрі Терезаның кесірінен болды. She was scaring me on purpose. She said grandfather is an ogre. An ogre? Of course not. Don't believe anything she says. As you can see, they're frightened of everything. Хайди, қане тез орныңа отыр. Алақай! Дорфлиге келдім. Мәссаған! Қандай әдемі, кереметін ай. Қане кеттік. Атаңа жеткенше біраз жүреміз. Мойны рақшыңды тағы бар. Міне ғажап, деді әпке. Бұл жер расымен әдемі екен. Иә, әдемі екен рас. Көрдіңдер ме? Бұл қыз әлгі ағаймен бірге тұрмашы.
Бұларың не? Жаңадан келген қонақты осылай қарсы аласыңдар ма? Жоқ, мұрза, кешіріңіз. Карл, қане тез үйге бар. Жарайды. Жөні жоқ елді мазақтап, уақытыңды өткізгенше кітабыңды оқы. Әпке, су ішіп алсам бола ма? Иә, ше ғой. Тоқта! Тоқта деймін. Дәті, өзіңді көрмегелі талай жыл бұл. Ауылға қош келдің. Мұнда шай жүрмісің? Иә, Франкфурттан жақсы жұмыс таптым. Бадрагац қаласында ауқатты отбасымен танысқам. Өздері сондай жақсы адамдар. Ал мұнда Хайдиді атасына тастап кету үшін келдім. Хайдиді атасына тастап кетпекпісің? Оның тау басында қалай тұрып жатқанын ешкім білмейді. Қазір ешкіммен сөйлеспейтін болдым. Қалың қасымен өсіріп тастаған сақалы мұртын көрсең, құдды аю дерсің. Иә, бірақ ол Хайдидің атасы. Кішкентай қыздан айырылып қалам деп қорықпайсың ба? Ол туралы елдің не деп жүргенін білсең ғой. Мейлі, ел не десе о десін. Қалайша сеніп тапсырмақсың? Табайызға не болғанын ұмыттың ба? Басқа амалым жоқ. Әпкем қайтыс болғалы бері Хайдиге барымды беріп келем. Уақытымды, бар күшімді, енді титтей де болса өзімді ойлауыма болатын шығар. Кешір, Дәті. Ренжіткім келген Сау жоқ. бол, Барбел. Хайди. Хайди! Құдайым-ай, бұл қыз қайда кетіп қалды екен? Ғажап! Хайди! Хайди! Кешіріңіз, жақын маңнан кішкентай қызды көрмедіңіз бе? Қара торы, бойы мынандай. Ана жақта. Рахмет. Хайди! Деді әпке, бұл жақ расымен әдемі екен. Неткен тамаша табиғат! Хайди, аяқ киіміңмен мойын орақшың қайда? Олар ма? Ана жақта. Сонда киімдеріңді қайда болса сонда тастап кете бересің бе? Көбелек қуамын деп терлеп кеттім. Сондықтан шешіп тастадым. Сосын мен тағы... Сәлем, достым. Өзің сондай сүйкімді екенсің. Менің атым Хайди. Хайди, қазір ешкіммен сөйлесетін уақыт емес. Бар да киімдеріңді алып кел. Оның не? Құтығым келеді. Әй, бақташы, ақша тапқың келе ме? Әрине. Жақсы, ана аяқ киіммен мойын ұрақшта кеп берші. Үлкен тастың қасында. Абайла, жыртып алма. Рахмет, балақай. Тамаша, өзің нағыз жел аяқ екенсің. Енді мынау сенікі. Ешкілер сенікі ме? Сонда бәрінің иесі сенсің бе? Өзі сөйлей ала ма? Білмеймін, бірақ ол маған тұйық боп көрінді. Жүр, талай уақытымыз босқа кетті. Аяқ киіміңді ки. Енді менен бір елі қалушы болма, жарай ма?
әпке, қарным ашты. Жарайды, жүрек жалғап алайық. Жетейін деп қалдық па, әпке? Әпке? Енді әрине. Міне, аздап күш жинап ал. Рахмет. Білесің бе, қолымнан келгенде шіркін қасымда қалдырар ем. Алайда жаңа жұмысым рұқсат бермейді. Сен мені түсінесің деп ойлаймын. Қараңыз. Саңырау құлақтар. Оларды жеуге бола ма екен? Айналадағы ағаштардың әдемісін қараңызшы, әпке. Дет, әпке. Бәрі дұрыс па, әпке? Жылағыңыз келіп тұрған секілді. Бәрі жақсы. Шаршағаннан болар. Қане, жүрейік. Анау тұрған атамның үйі ме? Иә, ақыры жеттік. Бұл не дыбыс? Аға, бұл мен, Дете. Франкфурттан жақсы жұмыс таптым. Аспазшы болам. Сондықтан немере қызыңыз менімен қала алмайды. Кетіңдер. Титтей сәби кезінен бағып келдім. Енді оған сен қамқор болуың керек. Олай ешқашан болмайды. Сізден өтініп тұрған жоқпын. Оны маған берген сәтте ешкім менен рұқсат та сұрамаған. Ал сіз оған менен де жақын адамсыз. Оған қамқор болыңыз. Тау ортасы қаладан келген қызға пана бола алмайды. Қарасаңшы, ол тіпті 2 күнге де шыдамайды. Бұл жақта оған өмір сүру қиын. Бұрын болған сәтті есіңізге түсіріңіз, оның алдында қарыздарсыз. Тағы да бірдеңе десең? Жарайды қалсын. Бірақ сен келген жеріңе кет. Ендігі әрі жүзіңді көрсетуші болма. Жүр, Жозеф. Күнде орныңнан тұра сала беті қолыңды жууды ұмытпа. Кеш ұйықтаушы болма. Абай бол, киіміңді кірлетпей жүр. Жарай ма? Бүгін атаңның көңіл күйі жоқ секілді. Бірақ бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Ал мен кеттім. Жуық арада міндетті түрде келем. Уәде берем. Әлгі ағайдан менің қуыршағымды алуды ұмытпаңызшы. Ұмытпаймын, Хайди. Ұмытпаймын. Менің жатын бөлмем қайда, ата? Сәлеметсіңдер ме? Әй, мұның не? Қорықпа, досым. Ашуыңа тегім келмейді. Сенің қасыңа жайғассам қарсы болмайсың ба? Атам жабырқау секілді көрінді. Сондықтан оны мазалағым келмеді. Бұл жерден артық жатын бөлме таппасым анық. Атам мені алып кету үшін келген шығар. Ата, бұл сіз бе? Сен қорқытып жібердің ғой. Жозеф, сенің атың Жозеф қой, солай ма? Ой, білесің бе, менің тұрған жерімде мысығым болатын. Оның аты Фризи. Ол екеуміз жақсы дос болатынбыз. Ал енді екеуміз қалдық. Бәлкім дос болармыз.
Бұл менің жұлдызым ғой. Соңымнан келіпті. Сені маған дос қып берген жұлдыз екені анық. Екеуміз жақсы дос болатынымызға сенімдімін. Сен және мен. Ертеңнен бастап атамның көңіл күй жадырай түссе екен.